Жаңа жыл жағымды жаңалықпен басталмақ. 2024 жылдан бастап елде ұлттық қор балаларға жобасы іске асырыла бастайды. Кәмелетке толмаған ұл қызға алғашқы аударым ақпанда жасалады. 7 миллион балаға ақша аударылады. Оны кәмелетке толғасын жастар үй алуға немесе оқу ақысын төлеуге жұмсамақ. Бұл бастама аясында ұлттық қордың инвестициялық табысының тең жартысы жыл сайын жастарға бағытталып отырады. Айта кетейін, бұл жоба мемлекет басшысының жолдауындағы тапсырмасы бойынша жүзеге асырылып жатыр. Ең алдымен өткен жылдың қорытындысы бойынша ұлттық қорға тәуелсіз аудит жүргізіледі. Аудит нәтижесі бойынша ұлттық қордың инвестициялық кірісінің мәні мен оның 50% мөлшері анықталады. Бұдан әрі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жыл ішінде дүниеге келген, қайтыс болған, азаматтық алған және азаматтықты жоғалтқан балалар санын нақтылайды. Деректер толықтай нақтыланғаннан соң ұлттық банк кәмелет жасына келген балаларға төлем жасау үшін қажетті соманы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударады.